Бізде байқасаңыздар, бәлкім өздеріңіз білетін шығарсыздар, колледжде де, университетте оқып жүрген бунтар дейді ғой жаңағы. Мінезді адамды біздер ұнатпаймыз. А сіз білесіз бе, олар личностьтар ғой. Біздер олармен сөйлесу тілін білмейміз. Аламында жаңағы драматург Шекспирден басқа адам жоқ секілді. Шекспир деп қалдық қой. Әлемдік сен Шекспирді қойдың ба деген сияқты. Жоқ, сен онда режиссер емессің деген секілді. Мен Шекспирға өзіндік ойым бар. Мен әлем идеясымен басымен бұғып Шекспирға кіре берсін, мен бірақ Шекспирге қарсымын. Тұрған негатив. Оған кейін соны алға қойдым да, құқым бар екен, мен басқа мұғалім таңдаймын. Мынандай себептермен мынандайға байланысты психологиялық мынандай давка жасайды маған, мынандай кәдімгідей бірнеше рет, бір емес, бір ғаннан қоймай, 2, 3, 4 рет барып ақыры ауыстырдым. Және ол үшін өкінбеймін. Сол кезде мен өзімді қорғап қалдым деп ойлаймын. Иә, ол мұғалім сынып кеткен шығар. Құдайдан ғана кешірім сұраймын. Сол мұғалім үшін өзі түсінбесе ренжімесін. Мен өзім жоғалта алмайды екенмін. Бәсекелеспеу керек. Ешкіммен бәсекеге түспеу керек, және ешкім өзіңізді салыстырмауыңыз керек. Сіз әлемде біреусіз. Әлемде біреуді көшірме бар. Қазір көбі режиссерлардың көшірмесін байқайды да, басқалардың көшірмесін неге байқамайды деп ойлаймын да. Актерлар да көшірме жасап жатыр. Образ жасап жатқан актерларды саусақпен санарлық ма? Олар кімдер? Саусақпен санайтын актерлар кімдер олар? Ал армысыздар, қайырлы күн құрметті Рейтинг подкаст көрермендері, жалпы көрермендер. Бүгін бізде Рейтинг подкастымыздың кезекті қонағы, заманауи театр өнерінде өзінің қолтаңбасы бар, сюрреализм бағытында кереметтей қойылымдар қойып жүрген жас режиссер Гаухар Адайхан. Қош келдіңіз. Рахмет. Қайырлы күн құрметті көрермен. Сіздермен бірге біздің подкастымыздың жүргізушілері Ерасыл Молдаханов және де мен Айғжан Әділбай. Ал, жалпы Гаухар апай, көңіл күйіңіз қалай жеттіңіз, қалай болды? Жақсы. Көңіл күйім жақсы, керемет. Онда көңіл күйіңіз керемет болса бастайық. Біздің сұрақтарымыз енді қалай деп айтсам болады? Жеңіл. Бірақ кімге жеңіл? Сізге жеңіл болдың. Жалпы жеңіл, бірақ қамтылу аймағы ауыр деп айтайыншы. Солай деп айтқаным дұрыс шығар. Ал жалпы енді олай болса өзіміз отырып еркін форматта өткізейік. Сұрақтарға кезек берейік, енді бірден тосын сұрақтан бастайық. Бірінші сұрағымыз, сіз үшін бостандық деген не? Бостандық. Жеңілдеп қатты айтқан емессің? Солай сияқты жеңілдеп. Адамның санасы, жаны және физикалық тәні дейміз ғой. Осы үшеуі бір арнаға бұлақ болып құйылуы, яғни келісуі, бір көңіл күйге жұмыс жасауы, бір мақсатқа ұмтылуы, ол барлығы гармония дейді орысша. Сол гармония болған кезде ішкі бостандық пайда болады. Жаңа ғана таңертең тыңдадым, мынандай Марк Твеннің мынандай сөзі бар екен да. Адамның ең мағыналы санамен ұғынатын екі-ақ нәрсе бар өмірде адамда. Оның бірінші дүниеге келуі ең важны дейді, орысша айтқанда, маңызды. Екіншісі не себепті дүниеге келуін түсінуі дейді. Осы түсіну, ол қай кезде түсінесіз? Ол жаңағы ақыл айтқаным жаны, тәні бір арнаға бұлақ болып гармония пайда болған кезде ішіңізде бостандық болады. Сізде қорқыныш та болмайды, қорқыныштарыңызды игере аласыз. Айтып тұрмай, қорқыныш эмоциясы пайда болған кезде ақыл көмекші болады, көмекші болады сізге. Осының бар, бірақ сөзбен айтқанда гармония болған кезде бостандық болады адамның ішінде. Жақсы, керемет жауап. Келесі сұрақ. Сол бостандық айналасында дейінші. Жалпы Құдайға сенесіз бе? Құдай деген. Құдайға сенемін. Ешқандай басқа көзқарас жоқ, атеистік көзқарас деп айтайыншы? Жоқ. Болғанда емес, Құдайға сенемін, бір ал күштің әркім әртүрлі айтады, қарсы емеспін, біреу вселенная деп жатады, біреу жаңағы дін арқылы барып жатады, Аллах деп атаймын дейді. Әркімнің өзінің Құдайы бар дегендей. Бірақ ал күштің Құдайдың барына сенемін. Сол сенім арқылы жүрген. Көтеріп жүрген. Сұрақты қойып жүр. Арқырай жылжи берейік. Енді бірден осындай жеңіл сұрақ, қамтылу аймағы ауыр сұрақтардан басты. Келесі сұраққа ауыса берейік. Онда бұл бір тұлғаның жанына жинақталған шексіз билікті өзгерту үшін қаңтар оқиғасының болғаны дұрыс деп ойлайсыз ба?
Саяси сұрақ. Так. Мен саяси ойындар мен саяси ойлар, саяси билікті басқарушылар мен оны билікті әрмен қарай орындаушылар. Бұл менен алыс. Маған ұлтыма жақын, мен өзім ұлтшылмын негізі. Ұлтыма жақын, бірақ саяси ойын ұлтшылдыққа қатысы жоқ негізінде. Ұлтжандылыққа, ұлтшылдыққа саяси ойынның қатысы жоқ. Мен оны ақылмен түсінемін, санаммен. Қандай, кім ойнап жүргенін, кімге, тіпті Facebook астындағы комментаторлардың қандай ойындарын, кімге қандай, қазір WhatsApp-тан группа ашылады да, мысалы, әрмен так видео жазамыз, оның барлығы ойындар екен, оның барлығы жүйелік ойындар. Мен одан алыспын, мен оған күшімді де кетірмеймін, ақылымды да кетірмеймін, уақытымды да бермеймін. Бұрындары басында мынандай бір тағы сөз бар, авторын ұмытып тұрмын. Өмір түсінген адамға дейді, түсінген адамға, ақылды адамға күлкілі дейді. Ал сезімтал адамға жылайды, сезімтал адам. Ауыр. Ауыр, иә, сезімтал адамға ауыр болып келеді. Маған күлкілі. Енді жалпы күлкілі, сондықтан мына саяси ойындар да күлкілі. Мен тіпті күтіп жүрмін, қашан саяси ойындар кішкене қиындай түсіп, қызықтырақ болады екен деп күтіп жүрмін. Өйткені клоунады да, оны біліп отырасың, так, мына тіпті сайлау болсын, барлығын біліп отырмыз ғой қазір. Кішкентай балалар да біледі. Сіздер де анық білесіздер. Ешкімге жастарға саяси үлкен адамдардың жасап жатырған ойындары күлкілі болғаннан кейін кішкене саяси ойынды да өзгерту керек секілді. Жаңағы элементтерін ба, тағы күрделілік жасау керек па, қызықтырақ болсын да. Осы тұрғыда бір сұрақ. Жаңа Қазақстан деген ұғымды қалай түсінесіз? Жаңа Қазақстан деген ұғымды саяси өзгерістер деп түсінемін. Саяси жаңағы жүйенің өзгерістері. Президенттің ауысуы ма, мысалы? Саяси өзгерістер. Ол тіпті мен ауысуы сол саяси ойындардың бірі ме деп ойлаймын өзім. Мен аны бір қалай айтсам екен, күтіп отырмаймын, өйтіп қашан сенім артып өзгеріс келеді деп жаңағыдай сезіммен күтіп отырмаймын. Мен оның ойын екенін білемін. Ойын екен. Мен оған жаным түршіктіріп, жылап, ренжіп қарай алмаймын. Эмоциямен қарамаймын. Өйткені мен оны ақылмен түсініп тұрмын, айтып тұрмын ғой, мен қашан саяси ойындар күрделенеді екен. Ойын күрделі болған сайын қызық болмай ма? Ал маған қазір қызық емес, ол күлкілі керісінше. Мен оның әрбір олардың қазір кім болады, одан кейін кім келеді. Мысалға, тіпті алысқа бармайық, өзіміздің мәдениет министріміз ауысып жатыр. Одан кейін кім болады, одан кейін қалай болады, ол келгеннен кейін қандай өзгерістер әкеледі, ол сосын қаншалықты отыра алады. Барлығы схема секілді ғой, белгілі. Таңғалдыратын нәрсе емес те саяси ойын деген. Мынандай сұрақ қояйықшы осы жерде. Мысалы, сіз өнер адамы емес, режиссер емес, қарапайым халық ретінде билікке ешқандай алып қосарыңыз, уәжіңіз ештеңе жоқ, иә? Сіз жай бақылаушы тарап, бейтарап тарап секілді көзқарас таңдаған секілдісіз. Мен жоқ бейтарап емес. Билікке айтсам екен, сенбегеннен кейін сенім жоқ та менде ондай. Маған қымбаты биліктің басындағы адамдар емес, маған қымбаты сіздер секілді жастар, сіздердің сол саяси ойынға эмоциямен қарамағандарыңыз, өздеріңізді жоғалтпағандарыңыз. Жүйе деген не негізінде? Бірінші соған келу керек, мені сөзімді жаңа түсіну үшін. Жүйе деген ол біздің мектептен басталады. Мысалға, өзін тану деген сабақ бар мектепте, пән бар. Сіз ойлаңыз, онда қандай жоспарлар бар? Онда ұлттық тәрбие жөнінде айтылады, және патриоттық сезімге баулу, өзін тану. Өзіңіз ойлаңызшы, өзін тану деген патриотпен ұлтжандылық емес қой. Адам өзін танымайтын адам, ол ұлтжанды бола алмайды.
ұлтжанды болып көрсетуі мүмкін өзін. Бірақ ертең бір заман туып ұлтыңа қиындық туған кезде ол бірден жоқ болып кетуі мүмкін. Ол өтірік сезім, ұлтжандылық деген. Өзін таппаған адам, яғни. Жалған намыс деп айтамыз. Жалған намыс дейді ғой, керемет сөз. Ал өзін тану сабағында шынымен де адамның философиялық, әлемдік философиялық, адамды тану жолдарында философиялық кіріспеден басталса, өзін тану сабағында сіз мектепте қаншама қорқыныштарыңызбен, біздің қазағымызға өте жақын менталитеттер, анау болмайды, мынау болмайды, тыйымдар, тіпті ятқа кірмейтін тыйымдар бар, салтқа кірмейтін тыйымдар бар біздің бойымызда. Соның барлығы орысша айтқанда блок болып, невозможно болып, мына жерде мүмкін емес болып қалтамызға жатып жатыр. Біз қаншалықты жаңа жалған намысты жастарды, ол мектеп бітіргеннен университетке барады, ол колледжға немесе университетке түсе алмай қалуы мүмкін. Соның барлығымен мүмкін емес қой, анаған ақша керек қой, ата-анам оған ақша бере ме екен, осындай ойлардың өзі, күдік ойлардың өзі мектепте оқып жүргеннен бастап қалыптасады. Егер де кішкене ғана саяси ойынның өзінде, мектептің өзінде, өзін тану сабағында, жоспардың өзін өзгертсе, сіз колледжге оқуға баратын болсаңыз, мектепке арманыңызға жету жолында кедергілерден қорықпайсыз. Уже мектеп кезінен бастап өзіңіздің кім екенін сезе бастайсыз. Қараңызшы, қаншама біздер жастар, біздің өзіміздің жастарымыз университетке келгеннен кейін барып өзін іздей бастайды. Түсінсе ғана, сезінсе ғана, түсінбесе сол 30 жасына дейін келеді, содан кейін барып маған мына жұмыс ұнамайды, оказывается мен мынандай емес екем, мен әке-шешем дұрыс бағыт бере, амал жоқ, мында грантқа түс деген амал жоқ, барып едім. Сознание дейді ғой, түсінік содан кейін келіп жатады. Ал мектеп кезінен басталған кезде, мектеп емес, негізі үйден басталу керек. Мен именно ата-анадан тыс мына саяси үкіметтің адам тәрбиелеуге деген кезіндегі араласуына байланысты айтып жатырмын. Мектеп деген үкіметтің адамды өзіне ыңғайлы етіп тәрбиелеу істерінің бірі. Ол мектеп, ол колледж, ол университет. Ал бізде байқасаңыздар, бәлкім өздеріңіз білетін шығарсыздар, колледжде де, университетте оқып жүрген бунтар дейді ғой, мінезді адамды біздер ұнатпаймыз. Сіз білесіз бе, олар личностьтар ғой. Біздер олармен сөйлесу тілін білмейміз, бірақ. Өйткені өзіміз қораптың ішінде өмір сүреміз. Қорқамыз. Өзіміз солай өмір бақи, ойлаңызшы, мен 50-демін, өмір бақи қорқыныш, ондай нәрсе жасаған жоқпын. Қалай ол мінезін көрсетеді, ол маған үлкен сыйламайды деп осылай қараймыз. Ол олай емес. Ол адам өзінің мені бар адам, өзінің ойын айта білетін адам. Біздің керісінше сындырғымыз келеді. Мен осы тұрғысында, жаңа сіз айттыңыз, саяси билік деп жатсыз, мен ана жаққа бармаймын. Өзім оқыған жолым өткен ол университеттер, режиссура мамандығы, қарапайым. Режиссура мамандығында методтарға үйретеді. Станиславскийдің методы бар, әдістемелер. Арнайы, ол кімдер? Олар режиссерлар, театрды қалыптастырғандар. Мынандай сөз бар ғой, тағы историяны, тарихты оқитындар бар, және жасайтындар бар дейді. Олар жасағандар да. Ал біз ойлаңызшы, қаншама оқитындарды ғана тәрбиелейміз да сонда. Жасайды, бізде неге қазақ жастарында жасайтындарды неге қаздемасы мінезіне, сөйлесу тілін сол жолды іздемейміз, керісінше мені түсін, жиені түсін, жиеге сындырамыз ол баланы, ол жастарды. Сондықтан мен айтайын дегенім, режиссураға болсын, қандай мамандық болсын, мен өзіме мамандығыма байланысты айтып жатырмын. Драматургия болсын, шығармашылық жұмыстар ғой барлығы, актерлық, музыкант болсын, кез келген маман керек болса сізге, личность керек болса, мына ұлтқа қазақ жастары деген ұлтжанды, ұлтын сүйетін, жалған намысы жоқ, мені бар адам керек болса, метод әдістерді емес, жаңағы бар әдістерді емес, бірінші ол баланы келген шәкірт университет, қайтан режиссураға айтып келейін өзіме, режиссураға келген қабілетін білу керек. Бір режиссерлар бар, тарихи шығармаларды жанымен сүйетін режиссерлар бар. Олар мысалға абсурдтық бағытқа әбден кереғар болуы мүмкін. Жаны кереғар болуы, түсінігі кереғар болуы мүмкін. Бөлек. Ал мысалға менің бағытымда
мен абсурд, сюрреализм, абстракционизм жаңада маған клоунада, фарс маған өте жақын. Ал мен өзімді сындырамын да, жаңа оның бәрін ешкім зерттемейді оны ешкім түсінуге тырыспайды. Не қойып жатсың? Сен ана Қалекеңдердің ойнаған ойындарын көр. Мен оны 1 көрем, 2 көрем, 3 көрем, бітті. Мен театр осы Қалекеңдермен басталып, Қалекеңдерден бітетін секілді болып тұрады да маған. Сосын аламын да жаңа драматург Шекспирден басқа адам жоқ секілді. Шекспир деп қалдық қой. Әлемдік сен Шекспирді қойдың ба деген сияқты. Жоқ, сен онда режиссер емессің деген секілді. Мен Шекспирға өзіндік ойым бар. Мен әлем идеясымен басымен бұғып Шекспирға кіре берсін, мен бірақ Шекспирге қарсымын. Тұрған негатив. Оған кейін келерміз. Режиссураның мамандығы бойынша жаңағы. Сонда маған бір менің ұстазым Сәулебек Асылхан маған бір ұнағаны методтарды Станиславский, Гратовский бар, осындай режиссерлар бар, мынандай методтар бар, оқып біл деді. Бірақ сол боймен жүр деген жоқ. Оқып біл. Режиссурадан тек қана ол кісі сабақ берген жоқ, басқа да мұғалімдердің берді. Ол кісілерді айтудың жөні жоқ. Мысалы сол кісілер менен ұлттық нышанды, ұлттық тәрбиелік мәні бар. Біздер картина салып үйренетінбіз басында бірінші курстарда. Этюдтардың барлығын бірінші картина қылып, сурет қылып саламыз, кейін соны сахнаға шығарамыз этюдный вариантта. Соны сурет салып алып келсем, ол кісі маған ұлттық тәрбиелік мәні қайда мынаның деген секілді. Мен оның абстракция екенін кейін білдім, бітіргеннен кейін білдім. Мен сонда басынан бастап, бірінші курсқа келгеннен бастап, бірінші семестрдің өзінде дұрыс бағытқа барған екен ғой өзімді деп кейін ойландым да. Ал соны алып тастадым да. Мен мұғаліміме ұнауым керек, стипендия керек. Түсінесіз бе? Қайтадан жүйе керек. Сен енді группалардың көзінше ұрыс ести берген оңай емес қой. Сосын өзіңнің жаңағы даусыңды өзгертесің, кішкене баланың рөліне енесің, өзің жоғалта бастайсың. Апай деп сөйлегендер жақсы көретінді байқайсың. Даусың, интонацияң өзгереді. Өйткені стипендиядан құлап жатсың. Сөйлесу мәнеріңді. Мысалы, бізде мұғалімдер бар бүйтіп. Деп апай десең, саған мән бермейді, адам құрлы көрмейді, мән бермейді бір кезде. Өзінің сөзін айтатын кезде ғана саған қарайды. А сенің ана энергияң, ол белгілі бір мақсатқа байланысты, сабаққа байланысты болсын, өздеріңіз бастарыңызда болып жатқан шығар, сондай оқиғалар көп қой ондайдар. Сонда сіздің бәсеңдеп, жайлап сіздің психологиялық тұрғыда жаңағыдай керек емес паузалар арқылы өзінің эгосын өсіріп, сіздің меніңізді сындыра бастайды да, жоқ қылып жүргенше. Әрине сіз ішкі күшіңіз әлсіз адам болсаңыз, сіз сынып кетесіз. Әлсіз болмасаңыз бір күні атылып шыға келесіз. Мен істедім, атылып шықтым. Мен арыз жаздым. Мен бұл арыз жазып, мысалға, бұл мұғалім маған керек емес. Мен жаңағы қабылдау бөлімі бар ғой, оқу бөлімі. Мен оқып жатырмын ғой, мен келдім оқуға. Сіз мен шақырған жоқсыз. Значит, мен таңдау мүмкіндігім бар деген мұғалімді. Сол законды естіп алдым. Таңдау мүмкіндігім бар деген, құқым бар екен. Соны алға қойдым да, құқым бар екен, мен басқа мұғалім таңдаймын. Мынандай себептермен, мынандайға байланысты психологиялық мынандай давка жасайды маған, мынандай, кәдімгідей бірнеше рет, бір емес, бір барғаннан қоймай, 2, 3, 4 рет барып ақыры ауыстырдым. Және ол үшін өкінбеймін. Сол кезде мен өзімді қорғап қалдым деп ойлаймын. Я, ол мұғалім сынып кеткен шығар. Құдайдан ғана кешірім сұраймын. Сол мұғалім үшін өзі түсінсе, түсінбесе ренжімесін. Мен өзім жоғалта алмайды екенмін. Жалпы болмыс, адам жайлы айтып жатырмыз ғой. Сол енді сол әйел тақырыбына көшсек, сіз үшін әйел бақыты деген не? Мансап, ақша, әлде атақ? Мүмкін бұларға да қатысы болмауы мүмкін. Жынысқа байланысты бақыт па? Жалпы осы 3 тақырыпта да әйелдің өзіндік бір бақыты болады ғой. Сол мансап немесе ақша немесе атақ. Мансап, атақ бірге. Иә. Атақ. Бұл негізі мен ұғымда бақыт деген жоқ. Тағы да айтайын, гармония деген бар. Гармония деген бақыт деген сонда солай түсінесіз бе жалпы? Гармония деген гармония деп түсінемін. Бақытсыздық деген жоқ мен үшін. Жаңа гармонияға жету жолдары бар.
ал мансап, атақ дегендер олар мүлдем бақытқа ол жатпайды. Ол адамды жарысады екінші адам. Мансап, атақ деген екінші адаммен жарысу жолдары. Басқа адамнан бай болғым келеді, сол үшін. Бәсеке болады адам. Бәсеке деген ол да бір қате адам бойындағы. Кейін психологтар айтады, бәсекелессең, сен бәсекең арқылы мақсатыңа анық жетесің дейді. Бәсекелеспеу керек адам. Не себепті? Өзін танитын адам, ол өзінің талантын да біледі. Ол өзінің мүмкіншілігін біледі. Қайда барып не кітап оқу керек, немен айналысу керек екенін біледі. Оған бүйтіп ана бәсекелесіп, ана осып кетті, ойбай деп, анамен жарысып жүрсеңіз, сіз шаңда қаласыз да. Бір күн озасыз, екінші адамның озатын адам табасыз, бітті. Өзіңіздің мүмкіншілігіңізді біле алмай, сол білмеген күйі қаласыз артыңызда. Бәсекелеспеу керек. Ешкіммен бәсекеге түспеу керек, және ешкіммен өзіңізді салыстырмауыңыз керек. Сіз әлемде біреусіз. Сіздің бойыңыздағы өзіңізді танысаңыз, ешкімге ұқсамайтын мінезіңіз, ешкімге ұқсамайтын ішінде байлық, мүмкіншілігіңіз, оқуға деген мүмкіншілігіңіз, ол сіздікі болды. Сіз таныған сайын қанағаттана бересіз де. Қанағатсыздық қайда болса, білімге деген. Оны сіз өз-өзіңмен жарысу ғой ол. Осыны жеңу керек. Осымен күресу керек. Біреумен жарысып, сіз түсінер едіңіз қаншалықты мына сұрақтың мәнсіз екенін түсінер едіңіз. Мансап, атақ, мен тіпті қалай жауап беремін білмеймін да. Өйткені менің бойымда, егер маған атақ пен мансап, ақша, дүние, байлық жақсы болса, мысалы кеше ғана Талдықорған театрында худрук болдым ғой. Мысалы көркемдік жетекші болып отырып, көптеген көркемдік жетекшілер, директорлар бар ғой. Жаңағыдай орындыққа отырғаннан кейін өзінің жүйесін жүргізеді, жылдар бойы отырған худруктар, директорлар. Өнер маңызды емес та онда. Сіз бе, маған онда мансап маңызды болып қалады, атақ маңызды болады. Так, Аяжан ана еңбек сіңірген қайраткердің қалай менен бұрын алып қояды деп мен барамда, оны алғым келеді, жарысамыз сонда. Біз өмір бұл жүйе. Бірақ ондай адамдар да бар ғой. Бар ғой, енді мен не істеймін, не істей аламын. Олар өз-өзін танып, өз-өзімен жұмыстанбаған болса, не істеймін мен? Мен барын айтарым, оның барлығы менің спектаклім арқылы айта аламын. Әркімнің өзін, мынандай бұрын мен өзімнің келіспеушілігімді ашық түрде айтатынмын. Әсіресе университет кезінде өте қатты бунтар болдым да, сонымен қатты бір аттарым шықты. Сонда мені ұстазым шақырып алып айтты да, әркімнің өзінің жолы бар дейді. Мысалға, сенің таңдаған мамандығың сол жолы арқылы айтар ойыңды жеткізе аласың ба дейді. Өнеріңмен жеткізе аласың ба сахнада ойыңды. Сосын енді ол кезде амбиция бар, жеткіземін деп. Міне жеткіз, жолын тап. Қалай жеткізу керек? Нәзік түрде жеткізу керек па? Қатты грубый түрде жеткізу керек па? Әлде ортасын, балансын ұстау керек па? Жеткізу жолдарын тап. Қандай шығармалы? Міне тап, айтар ойыңды жеткіз. Болды. Ал сен митингке шығып, мен қай жерде өзіңді жоғалтып алғаныңды білмей қаласың. 86 жылғы оқиғаға менің Бибігүл Мақсатқызы деген ұстазым қатысқан Оралдан. Ол кезде осы ЖМП-да оқып жүрген студент кез екен, Алматыда. Сонда айтады, сіз не үшін шықтыңыздар деймін. Сұраймын, ол кезде тарих қызық қой. Сол кезде айтады, мен білмеймін не үшін шыққанымызды. Бірден бізді ұлтымызды жақсы көру дегеннен шыққан жоқпыз. Ана жақта біздің жастарды ұрып жатыр дегеннен атып шықтық. Болды. Міне. Сонда бәрі улап жатақханадан жүгіріп шығып жатқан, сонымен жүгіріп кеттік дейді. Бұл ең бірінші массовый сознание дейді, ол көпшіліктің бір энергетикада өмір сүріп кетуі бірден. Сол ағымға ілеседі, кейін ан жаққа барғаннан кейін не болып жатқан содан кейін білдік дейді. Ол қаншалықты кімге, не 86 жылғы жағдайда сіздер барлықтарыңыз білесіздер. Не болған, қалай болған тарихтан. Жаңа осы орайда бір сұрақ қоя кету керек шығар деп ойлаймын. Мен жалпы сіз үшін енді бәсеке былай айтқанда түкке тұрмайтын дүние секілді болып көрінетін секілді. Солай да секілді сияқты. Бәсеке жалпы өмірде ешқандай бәсекенің керегі жоқ секілді. Мен мынандай болып туылған жоқпын. Мен осы ойға келіп жатырмын.
түсініп жатырмын. Жөнді кейбір кісілерді айтады да, бәсеке болмаса ол ізденушілік сапа төмендейді деген секілді ше. Бір адамдарға әркім өзінікін жасай беретін бір болса адамдарға да мотивация беріп тұр да бұл жалған мотивация, бірақ оның уақыты бар да, ол бітеді бір. оны бірақ барлығы көпшілігі түсіне бермейді деп ойлаймын мен, шыны керек. Оған да келу керек негізі. Жалпы енді осы сұрақпен осы нені жабайық. Жалпы енді жаңағы әйел тақырыбынан басталды ғой бұл. Енді Қазақстанда енді ермен әйел деген дүние енді әйел адам ер адаммен тең болу керек. Енді дінімізде бірақ қайшы дүние да. Енді жалпы сіз жаңа Құдайға сенесіз ғой. Енді мынандай сұрақ туындайды да осы жерде. Енді сіздің ойыңызша, сіздің көзқарасыңызбен Қазақстанда әйелдердің құқығы тапталып жатыр ма деген сұрақ. Әйелдердің құқығы тапталып жатыр ма? Өзіңіз байқаған, өзіңіз көрген. Енді мен жынысым әйел. Бірақ менің құқымды таптап жүрген жігіттерді көрген жоқпын. Өз басымнан айтатын болсам. Жас жігіттер болсын, үлкен ер азаматтар болсын, әкемдей шамалас ағалар болсын, аталар болсын, бір қыз бала ғой деп бір маған қалай айтсам екен, энергетикалық тұрғыдағы басу ондай болған емес. Жынысыма байланысты. Құқымды таптап жатқанын көрген жоқпын. Ал жаңағы барлық әйел затымен айтылып жатқан әңгімелер, естіліп жатқан әңгімелер, бұл менше сол әйел затына да өзіне байланысты ғой деп ойлаймын. Сіздің ойыңызша Қазақстанда әйел азаматшаларының ешқандай құқығы тапталып жатқан жоқ? Шын айтасыз, мен олай ойламайды екенмін. Ойыма кіріп шықпапты. Өйткені мен ол күйді өзім басымнан кешіп көрген жоқпын. Мен мамамды кешіп көрген жоқ ондай. Менің айналамда құрбыларым да кешіп көрген жоқ. Менің қасымда намаз оқитын құрбыларым да бар. Олар да ондай күйді кешкен, айтқан да емес, естіген де емеспін. Сондықтан ал теледидардан жаңағы мен танымайтын бөтен апалар болады, айтып жатады, сол кісілерден естігендерім бар. Бірақ өзім айналамда жақын адамдардан естіген емеспін. Жақсы. Мен қазір қоятын сұрағым дөрекілеу болуы мүмкін. Алайда ол қазір қоғамда болып жатқаннан кейін қойылу керек тиіс деп ойлаймын. Бір жынысты некеге қалай қарайсыз? Бір жынысты некеге. Қазір да бұл нәрсе Инстаграм, ТикТокта өте көп. Жігіттер бұрын маған айтатын, сен қасымдағы құрбым бір қыз баланың жүрісін көрдік те, сонда грубо жүріп бара жатыр да, былай, неге олай жүреді екен деп айтып қалған мен. Соның құрбым айтады, сен солай жүресің ғой деп. Сонда қойшы деп. Осындай ұсқынсыз, сондай бір көркемсіз жүрем ба деп. Сен бүйтіп басын тауып аласың да, бүйтіп жүресің дейді да. Содан кейін бойымды кішкене түзейтін болдым да, былай. Ал енді жыныстық қарым-қатынас, бір жыныстық қарым-қатынас туралы. Жеке өзім ондай адамдардың араласқандарым бар. Таныс достарым деп айта алмаймын, бірақ таныстарым бар. Ол көрген адамдарыма бір менің бойымнан андай сүйкімсіз оларға деген қарым-қатынас туған жоқ. Бірақ бір бүйтіп жүрген жігіттерді көремін ғой, бір түрлі болатыным бар тағы. Бірақ өзімді көре алмайын да тағы да, өзімді тәрбиелеуім керек шығар. Бір жыныстық қарым-қатынасқа қарсы емеспін ғой деймін. Жаңағындай еліктеушіліктер бар ғой. Қыздар еліктейді, жігіттер еліктейді. Қазір сондай бір модыға түсті деп еліктейтін, өздерін іздеу жолында еліктеушілік болып, жыныстарын ауыстырып жатады. Мысалға, еліктеушілік арқылы келгендерді білмеймін. Бірақ іштей өздерін сол қалауларымен келіп жатса, бір менен бір қарсылық туындамайды. Ал бір жасанды бір болады, ол емес, оның іші ондай емес. Бірақ оған бір қалай мода керек па, сондай бір атақ үшін. Сондай бір подписчиктер жинау үшін ба, сондай бір нәрселер болса, ол мен оны түсінбейді екенмін да. Ол не үшін екенін сіз маған. Жасанды намыс секілді ғой ол да бір. Ешқандай қарсылығыңыз жоқ. Қарсылығым жоқ. Олардың өздерінің ойы солай қалаулары сондай болса қарсылығым жоқ. Мынандай сұрақ бар тағы да. Жаңағыдай дөрекілеу сұрақ дейінші тағы да. Бізде енді қоғамда неше түрлі трансгендер бар ғой, мысалы. Жынысын өзгерткендер, енді қалай деп айтсам болады.
Амилай, Ника деген секілді, Ая деген секілді неше түрлі қазір социальный сетте резонанс тудырған неше түрлі сондай трансгендер бар да. Енді олардың бізге берер ешқандай пайдасы жоқ деп ойлаймын мен жалпы. Енді солар туралы көзқарасыңыз қалай сонда сіздің? Олар сіздерге бір пайда берейін деп жүр деп ойламаймын негізі. Жоқ, енді солар да. Мен Амилай дегенді естідім, бірақ басқалардың негізі естіген жоқпын. Амилай туралы естідім, ондай трансгендерлар деген туралы мен түсінігім өте нашар, мен оларды дұрыс танымаймын да, білмеймін де. Ондар ешнәрсе айта алмаймын ғой, білмеймін ол кісілер туралы. Трансгендердің түсінемін, бірақ ол қаншалықты менің түсінігіме келе ма, жауап бере алмаймын, тіпті жауабына шықнақты. Ойлап та көрмеген де шығармын. Ал олардан пайда күтіп жүрген білмеймін кім екен олар. Бізге ешқандай берері жоқ қой енді. Еліктеушілік жағынан. Керек емес нәрсені қарамау керек қой. Мен мысалы теледидар қарамаймын. Мысалы оларды сол нелерден аластатып деймін да, жаңа жалпы Инстаграмнан ешқандай бір шектеулер қойып тастаса. Оларда сол да бір саяси биліктің ойындарының бірі деп ойламайсыз ба? Жоқ. Ойланып көріңіз. Енді жалпы бағана сіздің қойған жауап бергеніңізге қарай мынандай бір сұрақ туындайды да. Бір жынысты некеге ешқандай қарсылығым жоқ деген секілді. Жалпы ол біздің ұлттық кодымыз деген қалай дініміз, дәстүрімізге кереғар дүние болады да. Енді ол егер дәл солай жалғаса беретін болса, біздің ұлттық құндылықтарымыз жаңағы дін мен дәстүріміз олар бір жолда қалып қалмай ма жалпы? Мүмкін. Бәрі мүмкін. Мен енді дәстүрді жоғалтып, осыны көбейту керек деп мен айтып жатқан жоқпын. Мен қарсы еместігімді айттым. Ал дәстүрді ұстанатын, ұстанбайтын, тіпті мынандай адамдар бар да, екі жынысты адамдар болады, бірақ дәстүрін білмейтін. Жаңағы секілді айтқан ойым, саяси ойын мен ұлтжандылық деген екі түрлі дедім ғой. Сол секілді. Бұл да сондай. Екі жынысты мысалы ер азамат пен әйел азамат араласып қосылады, бірақ олар ұлтжанды болуы мүмкін. Дәстүрін ұстанбауы мүмкін. Жалпы дұрыс емес екенін білесіз ғой сіз. Ненің нәрсені? Сол жаңағы ұстанбайтындығын. Біздің дәстүріміз, біздің тегіміздің қандай екенін білесіз ғой жалпы. Ұлтына деген сүйіспеншілігі, махаббаты жоқ болса, ондай да бар деп жатырмын жаңағы. Әңгіме жыныстай емес деп отырмын. Иә, мен де түсініп отырмын. Жаңағы саяси ойынмен ол саяси ойын болады мемлекетте. Бірақ бұл деген сөз мысалы қазақ билікте мынандай бар да, ұлт тілін сүюге тәрбиелейтін рекламалар жасайды да, бірақ өздері сонымен өздері сөйлемейді да. Өздері орысша көп сөйлейді. Қазақша сөйлемейді, өздері намыстанады. Бірақ сол рекламаны басшысы болып отырады. Айта кетерлік. Неге өзінен бастамайды? Өйткені олар рекламамен өмір сүреді. Қазір реклама өте пафоспен өмір сүреміз, модамен өмір сүреміз, рекламамен өмір сүреміз. Тіпті мына екі жынысты қосылуының қалауының өзі түсіндірудің өздерін қате беріп ұғып отыр. Мен трансгендерлардың да ұғымын сондай бір саяси ойындардың бірі деп түсінемін. Түсінікті. Мен жалпы қазір сіздің мойныңыздан, қолыңыздан татуировка көріп отырмын да. Соның мағынасы қандай? Имидж үшін бе, сән ба, тренд ба, не үшін? Мағынасын айтсаңыз. Менде бойымда 5 татуировка бар. Бірінші курсқа келген кезде 5 жыл оқыдым, сол 5 жыл бойы бір-бірден әрбір жылдарына салып шықтым. Бұл бір мода үшін емес, бір энергиям шығу керек болды. Антистресс ба? Бір сондай бір нәрсе ғой, бір энергиям шығу керек болды. Депрессияға кірген уақыттар болды. 3 жыл депрессияда жүрген кездерім болды. Бір осындай бір нәрселермен қызығушылығым туындады ма, осы қызығушылығым кейін мені тыныштандырды ма, сондай моменттер болды. Одан кейін қазір ұмытып кеттім. Қазір мен бойымда суреттердің бар екенін білмеймін. Ойламаймын да, білмеймін. Бар, айтып жатады жаңағыдай қолың, потом түсіне бастайды кейіннен. Иә, бар деп. Бұны 5-ші курста салғаным, ұшып бара жатқан қарлығаш, яғни ұша берсем. Өзіме барлығы мотивация ретінде салынған, шынына керек. Ешқандай мағынасы жоқ, бірақ өзім үшін. Мағыналары бәрі әрқайсысының мойнымдағы арман орындалады деген әрқайсысының өзім үшін мағынасы бар. Түсінікті. Иә, жалпы енді осы тақырыпты
жабайық. Басқа тақырыпқа, үлкен тақырыпқа ауысайық. Мәдениет жайлы, өнер жайлы, жалпы шығармашылығыңыз жайлы сіздің. Енді жаңа енді билікке бір бейтарап көзбен дейді, солай қарайтын секілді болып көрініңіз деп мен сізге солай былай айтқанда не айттым ғой. Жалпы енді егер сіз былай елестетіп көрейікші, егер сіз мәдениет министрі болсаңыз, Қазақстандағы мәдени сала ақсап тұрған қай саланы бірінші орынға келтіріп, бірінші жүйеге келтіретін едіңіз? Жалпы Қазақстанда қай сала, өнердің қай саласы ақсап тұр деп есептейсіз? Ой, мәдениет министрі болу үшін де солай делік, солай. Өте қиын, расымен де. Негізі спорт пен мәдениетті ажырату керек біріншіден. Ажырату керек, өйткені мәдениет дегеніміз адамның ішкі мәдениетімен тығыз байланысты. Өнері ішкі мәдениет, ол ішкі мәдениеттен туындайтын. Өнер ішкі мәдениеттен туындайды. Ән, би, жаңағы актерлік, театрлық, кино барлығы іштен туындайды. Оны тудыратын кімдер? Жаңағы өзіндік мені бар, тарихты оқи беретін адамдар емес, жасайтын мені бар, жаңағы тұлғалар, личностьтар. Оны қалай тәрбиелейміз? Жаңағы өзіндік методтарын тану арқылы. Мен сізге мысалға Станиславскийді оқыта берем, сіз соны тарихты, сіз кітапты керемет оқисыз енді. Кімдерді, Ефремов болсын, Любимов, қай бір режиссерді айтсын, бәрінің методтарын білесіз, бірақ сөйте тұра спектакль қоясыз, сөйте тұра режиссер боласыз, үлкен атын аласыз, народный артистқа дейін барасыз. Міне сосын сіз не жасайсыз? Өнердің жолын жасайсыз, жүйені жасайсыз. Яғни мәдениет министрі болу үшін осы өнерді туғызатын тұлғалар бар ма екен бізде? Болса не болып жатыр екен? Қалай болып жатыр екен олардың тағдыры? Қайда жүрген олар? Білу керек. Олар болмаса тұлғалар, жаңа сіз сияқты көп оқи бергендер, тарихшылар жасай береді. Олар не істейді? Сонда жаңа компания жасай береді, біз айналдыра береді, Масерікпен айналдыра береміз. Сонда біздің ойлаймын, сонда бізде қазақта өнерді, тарихты жасайтын адам жоқ па сонда өнер саласында? Неге оны көрмеген, неге оны білмеген, неге оған көмектесу керек қой? Ол мемлекет деген сол үшін секілді да мен үшін. Ал ол үшін емес мемлекеттің саяси ойындарын түсіне алмаймын да мен. Мен сол үшін ол маған күлкілі да. Өнер адамына не керек? Көңіл керек, бүйтіп қараған. Бір қарасаңыз болды. Ол тудырғысы келе береді, іздене бергісі келеді, жасай берсең, керек екен ғой дейді. Керек, мен мынаны керек емес деп ойлағам, жаза салғам, керек екен мынау деп. Содан үлкен мағына таба бастайды ол деген кішкентай нәрседен. Сондықтан ең бірінші өнер басына барған, соның басында отырған адам, ол маңызды емес қазір. Ол саяси ойынды ойнауға барды ма? Бірінші соны анықтап алайық. Әлде ол шынымен де ұлт жанды, ұлттың тағдырын, өнерін ойлауға барды ма? Осыдан басталады сұрақ. Сіз бардыңыз деді. Мен бардым ба? Иә. Басқаша болады енді. Өзгертетін нәрсе. Осыдан бастаймын ғой. Осыдан бастаймын. Не болатын? Кімдер бар бізде? Кімдер бар? Біздің өнеріміздің тарихын жасаушылар кімдер бар? Олар кімдер және олар қайда жүр? Жолдарын табу керек. Жақсы. Жан жақта. Бір ғана мен айта алмаймын, театрды көтерем, музыканы түсірем деген болмайды. Бәрі бір адамның, өнерлі адамның бойынша. Бәрінің бірдей. Жалпы режиссер деген өнер тудыру керек деген ұстаным бар. Ал идея, трактовка ұрлап атағы шыққандарда баршылық. Соларға көз қарасыңыз. Ол қаншалықты дұрыс? Идея ұрлама. Енді ол қоғамға жаңағы әкеліп жатқан трансгендерлердің рекламасы секілді ғой, ол да. Әкеліп жатыр. Өзінің, оған да зиян да өзіне. Ұрлық шыға зиян да бірінші. Өзіне зиян. Ол өзін жоғалтқан адам, өзін таба алмай жүрген адам немесе. Жаңағы біреумен бәсекелесіп жүрген адам, біреумен жарысып жүр, атақ мансап үшін адасып жүр ол адам. Сол адасып жүрген адамдарды бірнеше адасып жүргендер көреді. Соған қабылдап жатыр жаңағы. Солай дұрыс екен ғой деп
сосын жаңа трансгендерлар шаштарын өсіреді, туфли киіп бүйтіп әйтеуір өмір сүреміз ғой деп сыртқы имиджді құрап жатыр деген секілді. Мен өзім түбегейлі қарсымын. Қарсымын, бірақ аяймын, мүсіркеймін. Өздерін жоғалтып, өздерін таба алмай жүрген адамдарды мен мүсіркеймін көбіне. Адасқандар үшін бәлкім. Әйтпесе олардың амбициясымен, олардың білім деңгейлерімен өздерін зерттесек, шын мәнінде қаншама қоғамға, қазақ театрына, қазақ өнеріне шын құдіретті өнер тудыра алатындай амбициясымен білім деңгейі бар да. Ал жоқ, соны пайдаланбай, ұрлап, соны бір-біріне құрастырып жасап жатыр да. Мен негізі жеке өзім қарсымын. Бірақ мынандай не шығарды да? Постмодерн деген шығарды да қазір. Бір-бірінен ұрлап қоймаған соң шығарған шығар критиктер. Ол біздің критиктер емес, әлем бойынша. Жалпы. Ана жақтан бір идея, мына жақтан бір идеяны, мысалға өтіп кеткен спектакльдер болады ғой, сол жақтан бір идеяны, скажем так, 60-70 жылдардан спектакльдерден бір идея дейік, өтпей қалған кейбір. Ана жақтан бір идеялар қосып, соны постмодерн деп шығарды қазір. Мен оны қабылдай алмаймын, постмодернизмді. Солай. Жалпы енді шығармашылық, театр саласы, режиссура саласы дейікші. Жалпы бүгінгі қазақ театрларының даму процесі сіздің көңіліңізден шыға ма? Көңіліңіз тола ма? Жалпы сіздің ойыңызша қазақ режиссурасы қалай даму керек? Сіздің жаныңызға жақын сұрақ деп ойлаймын. Өте жақын сұрақ. Қазақ театры, қазақстандық театр туралы. Бұрындары бір университетте оқып жүріп, бітірер шамасына келгенде, менде бір амбициялық бір ой болды. Кітаптарымды оқып зерттеп жүрген кезімде қазақ театр өнеріне әлі келмеген секілді болып көрінді маған сол вақыттарда. Кейін мен театрға жұмысқа кірдім, ойым өзгере бастады. Жаңағы тарих жасаған, театр тарих жасаған Қалекеңдер, Жұмат Шанин секілді, драматург болсын, театр сыншысы, тарихты жасаған адамдар бар ғой біздің қазақ театрының. Сол адамдарды қалай сызып тастай аламын онда деп өзімнен өзім сұраймын. Ол жолдар екен да келу. Театр өнері деген, ол мынау деген болмайды екен. Ол жолдан тұрады екен да, адам секілді. Мен адам болдым, мен адаммын деп айта алмаймыз ғой. Бұл менің ұстазым Сәукемнің сөзі да. Сен режиссерлікті оқисың, бітіресің, диплом аласың, бірақ сен әлі режиссер емессің. 2 спектакль қойдың, премьера шықтың, әлі режиссер емессің. 3 спектакль. Сен ешқашан мені режиссермін деп айта алмайсың өзіңе дейді. Неге десем, сонда мен қашан режиссер боламын деймін ғой. Сосын айтады, сен адаммын деп айта аласың ба бір жерде? Мені мен адаммын. Айта алмайсың. Мені мен адаммын толық. Өйткені сен қазір аяқ астынан бір оқиға болады, эмоцияға беріліп, қайтадан басқа кейіпке беріле қалуың өзің түсіне алмай қаласың. Сондықтан жолдардан тұрады ғой деп ойлаймын. Театр өнері дамып жатыр деп ойлаймын сондықтан. Қазір бұл да жолдар. Бізде театр өнері жоқ деп сызып тастай алмаймын. Ол бар, келе жатырмыз жолдар. Ал осы театрдың өнерін, жолдарын жасаушы, жаңа ол режиссер, драматург, актер, театр сыншылары. Осылар бірге жасайды. Жалпы көңіліңіз толады даму процесіне, театрдың даму процесіне? Көңілім толады, толмайды. Көңілім толады деп айта алмаймын. Ол толса тоқтаймыз ғой. Жолда келе жатырмыз деп айтайыншы. Әлі келе жатырмыз, келе жатырмыз, келіп жүре береміз ғой. Ана көшіре бастасақ та жүре береміз. Өзімді айтып отқаным ғой, көшіре бастаған күні тоқтайтын шығармын деп. Көшіргім келмейді. Сол күні өзімді құлдырадым деп ойлаймын. Сол күні тоқтадым деп ойлаймын. Көшірмес үшін, Назгүл ханыммен де жұмыс жасап жатырып айтамын да, сіз 70 жасыңызға келгенде де өнер тудыра алатындай энергияға жетуіміз керек деймін да. Мен өзімнен сондай талап етемін. Ол үшін мен қазірден бастап өзімді тойым болуым керек қой. Өнерге қанағатсыздануым керек. Одержимость дейді ғой, азарт дейді өнерге деген. Қанша қаза берсең шығады негізінде. Шығып жатыр бірдеңелер деп. Қаза берсең шын мәнінде шыға береді. Бірақ ол қазудың да жолдары бар. Ол да бір моментінде кейде болады ғой бір бүйтіп қайсақсам бекем деген секілді. Былай қояқшы онда сұрақты. Осы даму жолында келе жатқан жасалған іс әрекеттерге көңіліңіз тола ма депші? Іс әрекеттерге.
Жасандылық та көп. Ол жолда жасандылық көп, ол жолда жүйе әлі біткен жоқ. Әлі біткен жоқ деймін, жүйе тазарып, оны кім тазартады? Оны жастар тазартады. Оны біздер жастар тазартамыз. Қалай? Өзімізді зерттеп, өнерімізді шығару жолдары арқылы. Және оны көре алатын, оны зерттейтін театр сыншылары, бәріміз біз бір-бірімізден бүйтіп бөліп алып тастауға болмайды. Драматург бөлек, режиссер бөлек, сыншы бөлек деп бәріміз біргеміз. Бір отбасы секілдіміз. Осы үйдің берекесін де жасайтын біздер бәріміз. Жаңағы жаман энергия әкелетін де біздер боламыз, әрқайсымыз. Бір үйдің отбасындағы балалар әртүрлі болады. Әрқайсымыз әртүрліміз. Соның ішінде режиссерлардың ішіндегі режиссерлар бар. Олар мүлдем басқа, жаңағы көшірмемен айналысатын режиссер деген секілді. Сол секілді сыншылықтарда да сондай бар. Көшірмемен айналысатын сыншылар бар. Біреуінің сөзін біреу қайталайтын. Әсіресе фестиваль кезінде байқалады. Кім ана үлкен қалай айтты, жасы солай кетеді. Ана мұғалімнен асып кетуге болмайды ғой. Ертең жұмысқа барған кезде сабайды ғой, өлтіреді ғой өзінде. Внутренне психологически сабайды ол сөзді. Сол секілді драматургтер де бар. Классикалық, ол былай айтпау мүмкін, классикалық драматургиялардың схемасын көшіру мүмкін. Ондай да бар. Актерлер бар. Бір уақытта Безруковты көшіргендер көбейіп кетті ғой бір уақытта. Гамлеттің бәрі Безруков болып кетті. Сол секілді. Сондықтан актерлерде де көшірме бар. Қазір көбі режиссерлардың көшірмесін байқайды да, басқалардың көшірмесін неге байқамайды деп ойлаймын да. Актерлер де көшірме жасап жатыр. Образ жасап жатқан актерлерді саусақпен санарлық ма? Олар кімдер? Саусақпен санайтын актерлер кімдер олар? Жасанды актерлар дейміз бе жаңа? Жоқ, образ жасап жатқан. Өнер жасап жатқан. Көшірме емес, өнер. Тіпті актерлер өзін көшіріп жатыр ғой қазір. Ана спектакльде де сондай мизансценамен жүре береді. Мына спектакльде де сол жаңа мимикасы, мына мимикасы сол. Жесті сол баяғы немесе. Сол жест қалып қойған содан. Өз-өзін көшіріп жатыр. Ол неге өз-өзімен жұмыс жасамайды? Жоқ, ол оған ыңғайлы, режиссер болған ыңғайлы да. Ол қазір актерлер режиссер болып кетті ғой. Оған режиссер болған ыңғайлы да. Біреудің қатесін көру оңай. Иә. Өзіндікін көру қиын да. Ал шын мәнінде өзіңе күш салсаң, бой түзеуге болатын секілді. Тырысып бақсақ. Жалпы театр деп жатырмыз да, қазіргі заманауи драматургияға көз қарасыңыз? Осы сұрақты қоятындарыңызды білдім негізі. Мен өзіме өте жақын 2-ақ пьесаның авторын білемін. Оның біреуі мына Қолғанаттың Пони, екіншісі Мерей Қосынның Менің көзімдегі мен болу керек. Иә. Міне осы 2 пьеса. Өзі бағыты да, жанрлары да өте маған ұнайды. Осы 2 шығарманы. Болашақта осы 2 шығарманы қою жоспарыңызда бар. Енді басқа шығармаларды оқыған жоқпын, бұл ұнамайды деген сөз емес. Драматургты оқыған жоқпын, жеткен жоқпын әлі деп есептейік. Өйткені мен кейбір көп авторларды біле бермеймін. Жас драматургтер. Бірақ оқығандарымның ішінде мені қанағаттандырған осы екеуі. Енді жалпы мынандай сұрақ туындайды да. Мысалы бізде ізденушілік, тәжірибе жасайтын алаңдар, лабораториялар бар ғой мысалы. Енді олар біздің Қазақстанда қалай дамып жатыр? Олар әлі аз ба? Лаборатория ма? Иә. Сіздің ойыңызша олар қалай даму керек? Лабораториялар біртіндеп есік ашып кіріп келе жатыр қазір, иә. Лабораторияның даму жолы. Өзіңіз біліп жүрген, өзіңіз көріп жүрген, олар қалай даму үстінде? Мен айта алмаймын осы сұраққа, тағы да жауап бере алмаймын, өйткені мен ол лабораторияға ылғи барам десем, театрда ақша жоқ. Ол кезде театрда жұмыс жасап жүрген уақытым, то спектакль қойып жатам, премьер болып жатады. Сондықтан бара алмаған рас. Фархат ұйымдастырды ғой. Драма кезет болды. Режиссерлар, жас режиссерлардың лабораториясы болды. Екеуіне де қатысқан емеспін, көрген емеспін, сондықтан олар туралы пікір айта алмаймын. Жалпы бізге көптеп керек қондай дүниелер, керек, әрине. Балтық елдер режиссурасына қалай қарайсыз? Көзқарасыңыз қандай? Кімдер олар? Европа. Балтық деп атайма қазақша? Иә. Солай, иә? Бұл алыс жақ мемлекеттер деп атайықшы. Солай алайықшы сұрақты. Европа мен. Мен даже жас режиссерлар болса,
соларға тіпті кейде қанаттандырғым келеді. Кастелуччи жасайтын, Роберт Уилсон болсын, Джеймс Терри болсын, олардың жасай алатын қиялдары да біздің бойымызда бар, және әлемдік деңгейде көтерілу керекпіз деп ойлаймын. Жаман қарамаймын, жақсы қараймын. Фантазияларым керемет, мені қанаттандырады, және ол маған, мен тіпті өзімді солардың деңгейінде ойлай алатындығым үшін қуанам, және әлемдік деңгейге жету қиын емес деп ойлаймын. Және біздің жас режиссерлар, драматургтер болсын, жаңа өнер адамдары әлемдік деңгейде ойланса, әлемдік деңгейге талпынса, біздің ұлттан, біздің қазақ ұлтынан, қазақстандық емес, қазақ ұлтынан, қазақ жастарынан шықса екен деп ойлаймын. Біздер тарих жасайтын уақыт келді деп ойлаймын. Біздер тарих оқи беруді қойыңдар деймін. Өздерін зерттеңдер, және тарих жасаңдар, жасаушы болыңдар. Осы деңгейге жетуіміз керек. Ол үшін қазір біз жаңа спектакль қойып жатырмыз. Ол спектакль сол ойды түзеу деп аталады. Ол үшін іштегі мына жүйе бойымен мектеп кезінде жаңа қалыптасқан мүмкін емес ойды алып тастаңыздар. Бәрі мүмкін. Мысалға кеше бір ғана себепкер айтайын, себебін. Біздер әлі спектакліміздің премьерасында, сдачасында жасаған жоқпыз, мысалға да. Бірінші картинада жүрміз тек. Станиславский театр бар, Ереван қаласында, Арменияда. Сонда фестиваль болады дегенде естідік. Фестиваль болатынның заявкасы міне бүгін жабылды. Мен бүгін түнде жіберіп, таңертең хабар келді маған. Мейлі дедім, мүмкін емес нәрсе жоқ, жіберейік, көрейік. Өтпесек өтпейміз. Ол бірақ картина, бізде мынада ғой, бірақ картина қарамайды. Ол айтады, ол полный спектакль керек деп айтады ғой. Бізде кім айтты ол ойды? Ол өзіміз. Оны біреуден естідік. Кілең сондай бір күдіктер көп бойымызда. Күдік деген нәрсені алу керек. Керек емес ол бізге. Сол күдіктер жиналып, сосын жолымызды бөгейтті, жібермей қаламыз. Ал ол күдіктерді алсаңыз, ол үшін сіз задача дейді ғой, спектакльдің сверхзадачасы секілді, негізгі мақсатты білсеңіз, мен өткім келеді мұнда, барам десеңіз, ішкі шын мәнінде сеніммен, мүмкін емес нәрсе жоқ екен. Бізді таңертең хабарласты, қабылдандық. Бірақ картинамен. Олар әрине әрмен қарай түсініксіз не болатын маған. Бізге керек еді үлкен видео дейді. Біз айттық та, әлі дайын емес видео. Толық видео болады, жібереміз деп. Жақсы дейді, бүгін уже фестивальдің жаптық несін, заявка беру күнін. Бірақ сіздерді қабылдандыңыздар деп жіберді әуес театрына. Бұл знак, белгі. Тағы да өзім айтам, көрдің бе Гаухар, мүмкін емес деген ойды ойлама, біреу үшін жауап берме, біреудің ойы үшін жауап берме. Мысалы, қарапайым біреу телефонға жазамыз да, жауап бермей жатады ғой, бүйтіп отқан шығар, өзін жезіп отқан шығар дейміз ғой. Ол дұрыс емес ол. Ол біріншіден менің жолымды бөгейді, ол кісіге емес, өзім үшін. Сондықтан жаңағы жастарға айтайын, өзім секілді жастармын, өзім де жаспын, біргемін солармен. Әлемдік деңгейге шығыңдар. Әлемдік деңгейдегі шығу үшін олардың философиясын ұғыныңдар. Адами болмыстың мына жердегі Фейсбукта, комментариядағы нәрселерге оқып, соларға переживать етіп, соларға уақыт, энергия кетіріп, мынаға жауап беру үшін кітап оқып, өткізбеңдер уақыттар. Өздеріңді тану үшін, өз өнерімді қалай шығарам, өнерді қалай шығарам, бұл өзімшілдікке әкелмейді, бұл өзіңді тануға әкеледі. Сөйте тұра, әлемдік философияны оқи тұра, өздеріңді шығару отырсыңдар. Әлемдік философияны оқып болып алып, біреуді танытып, біреуге шығару емес, өзіңді шығару үшін. Алғашы ол. Біздің мүмкіншілігіміз өте көп. Олардың бізден айырмашылығы тек қана ойлау қабілетінде. Мен айтам, телефонды шығарған кім? Адам. Мен де адаммын. Менің қай жерім кем? Сөйтсем, ойлау қабілетінде екен тек қана. Оның фантазиясында, оның бойындағы ойлау қабілеті, яғни блоктардың жоғы, ол сенет, мүмкін, жасаймын, мүмкін. Өзін сендірек ми жасайды. Бұл туралы енді, ми туралы тақырыптар көп қой, өздеріңіз қараласыздар.
Жалпы енді келесі сұрақ мынандай болмақ. Енді Қазақстандағы өнер орталары бар ғой, оқу орындары. Жалпы олардағы сабақ беру процесі сіздің көңіліңізден шыға ма? Жалпы ол дүние қалай болу керек сіздің ойыңызша? Ол оқу процесі. Оқу процесі. Университет қой, жаңа келген. Оқу ордалары. Жаңа ғана айтып кеттім, университет. Шабыт оқыдым мен, Астанада. Шабыттың маған бір ұнағаны менің киіміме, менің еркіндік берді. Маған тыйым салған жоқ. Сен қыз баласың, юбка ки деген секілді. Мен сондай бір колледжде оқыған. 2 айдан кейін шығып кеттім оқудан. Көйлек үшін. Кие алмаймын юбканы. Қысыламын ол юбканың ішінде. Колледждің есігін ашсам қорқам, қазір мен есіктен арқылы көйлек кидің бе деп ұрсатын секілді. Сондай бір қорқыныштарым болды. Еркіндік берді маған. Шабыттың бір ұнағаны сол еркіндік көп болды. Ал жаңағы мамандық бойынша біздерде мұғалімдер бар да, мынандай. Өзін танымайтын мұғалімдер көп та. Өзін зерттемейтін, жүйеге әбден семіріп алған мұғалімдер көп та. Солар бір болашақ жастарды тәрбиелеп отыр. Обал. Олардың бойына қандай не беріп жатқандығы. Олардың бойына жүйені, сонда олар өздері жүйеге семірген, және сіздерді, жастарды, студенттерді жүйеге ыңғайлы, жүйеге икемді жастарды шығартады. Мен өзім сондай бір мұғалімдікке, ұстаздыққа барған адамдар, жастарды ертең университетке оқуға барғанда өздерін таныса екен деймін. Ол тазару керек та. Қазір пенсияға кетіп жатыр ғой. Жоқ, пенсияға кетіп жатқандардың барлығы айтпаймын ондай деп. Ішінде бар, бірақ олар өте санаулы. Өте санаулы. Мен ұстазым Сәулебек ағайым маған бір ұнағаны еш уақытта шашыңды қырма деген емес маған. Мен өзімнің шашымды өсіруіме, өзім келуіме себепкер болды, жай ғана болды. Ол маған айтқан емес, шашыңды қырма, бүйтпе, сөйтпе, мынаны киме, ананы оқыма, бүйтіп отырма, сөйтіп отырма, мүлдем болған емес. Кейін мен қазір жақсы отырмын. Мен бұрын бүйтіп отыратынмын ғой. Бүйтіп отырғанмын сабақты. Ол маған дұрыстап отыр деген емес. Мен келдім осы дұрыс отырысқа. Келдім өзім. Бұл мен жүйеге үшін емес, бұл ішкі мәдениетіммен жайлап келе жатырмын деген. Келе жатырмын дейінші, тіпті келдім деген. Бірақ өзіңді кейін жаңағындай бүйтіп солбыратпайсың да, денеңді ұстайсың, тәніңді ұстайсың, келбетіңді тарқылдап көретінбіз ғой, деп аузымызды ашып. Сондай бір, ал егер ұстазым алдын ала жаңағында қысым көрсетсе, оны мен түсіне алмаймын да, мен өзім коробкаға енемде, рамкеге әдемі ағайыма ұнауға тырысып, гранттан құлап тастамаса екен деп қорқа бастаймын, стипендиядан қайтпаса екен деп бүйтіп, ағай мен бар келейін деп. Сондай болып қаламыз да. Ағайымның бір тағы бір нәрсесі, енді білмеймін, әркім әртүрлі, мені ешқашан бір шай алып кел, ананы алып кел деп жұмсаған емес. Ручканы алып келші ананы, ана папкамды көтер деген емес. Мені бір қол бала жасаған емес та менен. Менен бір ол кісінің менің бойымдағы мендік мінезімді бермен қарай шығаруға бір себепкер ұстазым осы Сәукем. Өте қатты сыйлаймын, соның үшін сындырмаған үшін құрметтеймін. Ал басқа сабақтарым болды, мені сындырып, бүйтіп былай сөйлеме, олай қарама, не алар отырсың деген мысалға. Енді білмейсің ғой, білмегеннен кейін қарайсың адамға. Түсінгенге көп нәрсені түсінбейміз ғой. Мен өзім түсінікке жай келдім. Оқуға жай бардым. 25 жасымда оқуға түстім, 30 жасымда бітірдім. Сондықтан менің қалыптасып қалған адамды 29-27 жасар жас қыз баланы солай сындыруға тырысып жатқан кезде түсіне алмадым мен. Қалай бұл неге бұлай? Мына адам неге бұлай айтады маған? Мысал ретінде. Сондықтан ең біріншісінде білімді адамды білімді жастарды университеттен шәкірт тәрбиелеу үшін шығару үшін бірінші оның танымын білу керек. Оның бойына өзіне тән танымы бар. Әлемді тануы. Ол ана ата-анасынан, қанынан дарыған таным бар өзіне тән. Ол кетпейді ешқашан.
сол мінезімен бірге тән. Сол танымын білу керек, таныстыру керек, бірінші тану керек ұстаз оны. Содан кейін барып ол қандай жолға барады. Так, бұған бұл мына бағыттағы адам деп тәрбиелеу жолдарын білу керек секілді. Мысалға, мен мынандай нәрсені айтар едім бұған қатысты. Актерлік шеберлікке қатысты. Енді мен актерлермен жұмыс жасаймын. Көбіне қиындықтар туады, өте көп қиындықтар туады. Өзін танымақ түгілі Станиславскийдің заңдылығын білмейтін актерлер бар. Өзі далада, Станиславский метод далада, кітапты ағай ұстазы айтқан, апайы болсын, ағайы болсын, соны жаттап, әйтеуір енді 5 заңдылықтан тұрады деп түсіндіріп айтқан, сөйтіп алған бағаны стипендиядан құламас үшін. Сол әлі сол күйінде жүр сахнада. Бірақ ол главный рөлдерді ойнап жүр. Бір қызық енді өмір. Айтайын дегенім, актерлік шеберлікке келгенде әр баланың өзіне тән актердің айтып отыр. Өзіне тән жанр бар. Драматургтың де солай, режиссердің де солай. Мен 60 жастағы актриса апаймен жұмыс жасадым. Ол өзін өмір бақи комедияның актрисасымын деп келген. Бірақ сырт көз оған айтқан, сен комедияны тым әсерлеп, переигрываешь деген ғой. Ой, сол сөзді ести беріп, ана комедияны ойнауға деген ынтасы кетіп қалған. Содан главный рөлдерді ойнаудан да ойнай алмайтындығын, бұл комедийный театр, алыс жақтаған содан. Драма ойнаса тағы да әсерлеу көп болған, өзін сыналмаған. Сөйтіп жұмыс жасай келе, ол кісінің фарстық актриса екенін түсінікті болды. Ол қалай түсінікті? Олған мен келген жоқпын, ол кісі өзі келді. Менің берген образымнан мен жай ғана тыйым салған жоқпын. Осы уақытта жұмыс жасай берейік, көрейік деп сөйте келе сол образ пайда болды. Және осы образға ол өзін бір еркіндік деді ғой, жаңа басында еркіндікті сұрадыңыз ғой. Сахнада еркін өмір сүру. Не дейікші? Жайлылық. Жайлы ұстау. Да, мені осы пайда болды. Сол кезде 60 жастағы актриса апамның айтқаны, өмірімде бірінші рет сахнаның құдіретін сезініп тұрмын дейді. Өзін енді тапты. Өзін тапты рөлмен бір. Осы тұрғыда менде мынандай сұрақ болып жатыр да. Сіз өзіңізді ұстаздық бағытынан байқап көргіңіз келмей ме? Мен колледжде сабақ бердім. Семей қаласында менің шәкірттерім қазір бітіріп кетті олар. Қателеспесем 6 ай ғана сабақ бердім. Кейін Семейден кетіп қалдым жұмыстан. Сабақ бергім келеді, Кейін ол маған өте ұнайды. Шәкірттеріммен әлі күнге дейін жақсы қарым-қатынастамыз. Сағынысып, қауышып тұрамыз. Сол кезден бастап біздерде өте еркін қарым-қатынас пайда болған. Тілдесу, өзіміздің тілдесу мәнеріміз бар. Олар Станиславскийдің заңдылығын, кішкене айта кетейін, Станиславскийдің заңдылығын, 12 заңдылығын маған өзіме режиссер ретінде былай тақтағысыз үйреткен ұнайды, түсіндірген ұнайды. Тіпті рөл болсын, сіз мына жерде мынандай айналып жатыр, энергия айналып жатыр мына жерде, деп көрсеткен ұнайды да солай. Заңдылықтарды сөйтіп түсіндіремін де, зейін мысалға. Зейін, ішу, көру зейіннің ішінде тағы ішіңіз кетсіңіз, мына кіші зейін болады, кіші зейін осылай түсіндіре бастаймын да. Сөйтсем менің әлгі 10 студентім, мен ойладым, олар түсінбеген шығар деп. Келесі сабаққа келген кезде бор бар ма деді ғой маған біреу отырды. Бор бар ма? Соған борды алды да. Соған жаңағы мынау іштегі зейіннен бәрін сызып түсі. Мынау дөңгелек, мысалы мынау үлкен зейін болса, мынау есту қабілетіндегі мынау кішін бір үлкен теория жазып тастаған секілді да. Өзі азартпен түсіндіріп тастаған, өзі білмей қалды да. Кейін енді біреу ғана түсінген шығар десем, жоқ, 2. Мен айтамын шейт. 10 ішінде тыңдап шықтым, 10 түсіндірді, әркім өзінше схема сызды. Біреу 4-5-пен түсіндірді, біреу точкалармен, біреу әріптермен, біреу сөйтіп әркім өзіне тән жақын нелерін тапты да, дыбыстауларын. Сондай бір сабақ болған бізде. Жай ғана айтып жатырмын, шәкірттермен жұмыс жасаған ұнайтын жатқаным бар. Болашақта да өзіңізді көресіз. Иә, жалпы енді осындай қарбалас күнде, қарбалас өмірде дейікші уақыт болып келгеніңізге көп рахмет сізге. Жалпы біздің сұхбатымыз көңіліңізден шықты ма? Ұнады ма жалпы?
ұнады ұнамады дейікші, көңілден шығу шықпау жайлы. Сұхбат, сұрақтарыңыз қызықты, одан да әрмен қарай күрделене берсін. Сұрақтың күрделенгені ойдың тереңдегені деп ойлаймын. Сіздерге сәттілік тілеймін. Өздеріңізді зерттей беріңіздер, жоғалтпаңыздар, шығармашылық дами берсін. Маған өте ұнады, бірақ мен көптеген ойларым жаңа сұрақтан әрмен қарай келіп жатыр, соны бізде де қалып қалды. Тығыздығына байланысты шығып үлгермей қалды да. Былай істейік сонда, бізде өзіміздің көрермендер бар дейікші, сізді көретін көрермендер бар дейік. Жалпы жастарға айтар кеңесіңізді, айта алмай қалған дүниелеріңізді қысқа қайырып айта салсаңыз. Бір түйінмен. Жастарға айтатыным, менің замандастарым олар. Олар менің құрдастарыммен тең. Неге? Себебі ойда қуалап жету өте оңай. Жас айырмашылық мүлдем рөл ойнамайды. Сондықтан олар менің құрдастарым, кейін менің ойымнан осып кетсе үлкендеріме айналады, ақылшыма айналады. Құрметті жастар, өздеріңізді зерттеуден талмаңыздар. Сіздердің әрқайсыңыз бір-біріңізге ұқсамайтын тұлғасыздар. Соны зерттеңіздер. Жүйенің ойынынан ойнамаңыздар. Ол сіздерге қажет емес. Агрессияға, негативқа бармаңыздар. Бойыңыздағы мейірімге толы энергияларыңызды шығара беріңіздер. Арманға жету өте оңай. Соны біліңіздер, және ол жету жолдарын, мақсатқа жету өте оңай. Шын мәнінде оңай. Ол алыста емес. Біздер арман десек, арман деп ішімізде зейін пайда болады да, алыстағы ана жаққа кетіп қалады. Сосын дүниені армандамаңыздар. Ол жеткізбейді. Жаңағында айтқандай, Марк Твеннің сөзіндей, ең бірінші дүниеге келу маңызды, және не себепті келу. Осыны түсіну, бойыңызда гармония болса, өздеріңізді зерттеу арқылы өнеріңізде дамиды, арманға да жетесіз, өз-өзіңіздің жалқаулығыңызды жеңесіз, барлығын жеңе аласыз. Тек қана өз-өзіңізді зерттеуден талмаңыз. Әлемдік деңгейде философияда ойлап, әлемдік деңгейге тұлға болып шығуларыңызға тілектеспін. Рахмет сізге. Өте керемет сұхбат болды. Іліп аларлықтай дүниелер айтқаныңызға сізге үлкен рахмет. Жалпы құрметті көрермендер, біздің осымен Ритм подкастымыз өз мәресіне жетті. Бүгінгі бізде қонақта болған керемет өзіндік ойымен бөліскен, қазіргі заманауи театр өнерінде өзіндік қолтаңбасы бар театр режиссері Гаухар Адай бізбен сұхбаттасқан. Рахмет. Сіздерге. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.